Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сатылымға жасап жүрген осындай ірімшік пен қаймақ араласқан өте нәзік пирогты жасаймыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараймыз. Алдымен бізге бір жұмыртқа керек, бөлме температурасындағы тұрған май керек. Немесе оны микроволновкаға да жылтып алсаңыз болады. Майымызды салғаннан кейін енді оған 50 грамм қантымызды қосамыз. Миксердің қажеті жоқ, қарапайым венчиктің көмегімен жақсылап барлығын біркелкі етіп видеодағыдай араластырып аламыз. Пирогыңыз жұмсақ болу үшін міндетті түрде маргариннің пайыздығы 60%-дан жоғары болу керек. Сол кезде сіздің пирогыңыз жұмсақ болып шығады. Келесі кезекте ұнды қосытқышты қосамыз. Ұнды достар көріп тұрсыздар, мен барлығын бірден салып жүрмедім. Кішкене бөлігін алып қалып, бірінші силиконды қасықтың көмегімен жақсылап барлығын осылай араластырып аламыз. Барлығын жақсылап осылай қасықтың көмегімен араластырып болған соң, келесі кезекте қалған ұнымызды да қосып, енді қолымызбен жұмсақ болып шығатын қамырымызды жасайтын боламыз. Пирог жасаған кезде достар, мен бірінші осылай силиконды қасықтың көмегімен араластырып алам. Содан кейін барып қолмен барлығының басын осылай біріктіретін боламын. Бізде кәдімгідей жұмсақ, өте нәзік қамыр пайда болады. Дайын болған қамырымызды енді осылай жақсылап біріктіріп алған соң, диаметрі 22-23 см болатын осындай формаға әдемілетіп жайып шығатын боламыз. Жайған кезде бортиктарына мән беру керек. Бортиктары жұқа болған жақсы. Сол кезде сіздің пирогыңыз нәзік болып шығады. Сонымен қатар бортиктарын биіктеу етіп жаямыз. Өйткені қазір біз салмасын құйған кезде біздің яғни творожный массамыз шығып кетпеуі керек. Қамырымыз дайын болды, енді салмасын әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге пайыздығы 20% болатын қаймақ керек, 3 жұмыртқа керек, одан кейін творог, яғни ірімшік қажет. Қант қосуды да ұмытпаймыз. Біздің начинка, яғни салмамызға дәм беру үшін жарты пакет ваниль қантын қосамыз. Яғни біздің начинкасын, тестісін бір-біріне өзіне ұстаптыру үшін 2 ас қасық крахмалды қосамыз. Крахмалымыз міндетті түрде қыздар жүгері крахмалы болу керек. Енді блендердің көмегімен жақсылап барлығын біркелкі етіп осылай араластырып аламыз. Кей адамдар менен сұрап жатыр, миксер бола ма деп. Егер де сіздің творогыңыз қатты ірі болмаса, онда миксердің көмегімен де осылай ұсақтатуға болады. Енді формамызға әдемілетіп барлығын жақсылап құямыз. Бетіне қалауыңызша жидектерді қоссаңыз болады. Менде үйде смородина болды, қатқан соны бетіне әдемілік үшін қостым. Егер де жидектер болмаса, достар, еш нәрсені қоспасаңыздар да болады. Ол біздің пирогымыздың дәміне еш әсер етпейді. 180 градуста 40 минут пісіреміз. Тоңазытқышта пирогымызды жақсылатып суытып болған соң 1-2 сағатта ұстап аламыз. Одан кейін дастарханыңызға қоя берсеңіздер болады. Видеода көрініп тұр, бұл пирогтың қалай нәзік болып шыққанын. Сол себепті достар, міндетті түрде жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.